сені, Борат. Боратқа ренжімеңдер. Айтам, қайталап айтам. Боратқа ренжімеңдер. Ешқандай ренжімеңдер. Ана бір кісі бар ғой, қазақтың жігіттері намысты болса, қазақтың қыздары сайнада тұрмайды не деген бір. Мен соған айтам. Қазақтың депутаттары намысты болса, қазақтан жезөкше қыз шықпас еді. Соны дұрыстайтын, оңайтын, қолыңда құзыретін, билігің болып тұр. Сендер дұрыстай алмағанда, қазақтың ауылда жүрген мәу деп жағасынан дауыс шықса, мәу деп біреуге алайып қараса, сотталып кететін қазақтың жай ауылда қарапайым жігіттеріне кінә артпа. Ол жігіттерде кінә жоқ. Кінәнің бәрі сол қансорғыштардың, вампирлердің, қазақты теспей соратындардың жақтауыш сүгітшісі болған сендер де. Қазақтың жігіттері намысты болса, қазақтың қыздары сайнаның бойында тұрмас еді дейді. Қазақтың атқа мінерлері намысты болса, қазақ осы күнге қалмас еді. Сендердің барлықтарың қанды қолсыңдар. Сендердің барлықтарың ұлттың алдында кінәлісіңдер. Жай бауырлар, біздің бұл өткенде ғана Боратты ақтап сөйлеген видеомызды сол кезде өшіріп тастады. Бізде соңғы кезде мемлекеттік ұйымдасқан шабуыл күшейді. Екі шабуыл, бірі Қытай Компартиясы жағынан, екіншісі Қытай Коммунистік партиясы Қазақстан ячейкесі жағынан. Анау болды, мынау болды, жаңағы өтірік ақпарат таратты, арандату сипатты ақпарат таратты деп бізге ютубке, фейсбукке үстімізден тоқтаусыз тынбай арыз жазғандықтан біздің каналдарымыздың көрілімі төмен деп арнайы іздемесе көрінбейтін болып қалды. Комментарий жазылмай, лайк басылмай қалды. Сондықтан сіздерге өтініш, осында қазір 300